Сәлеметсіздер ме? Мен Қайынды жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Есет Айжұлдыз Асылбекқызы. Қайынды даласының қойнауындағы ерекше орын алған бұл оқиға өткеннің жұмбақ сырын бүгінгі ұрпаққа жеткізетін құнды дерек. Ғарыштан келген белгісіз нысан мен ондағы тіршілік иелері ауыл тұрғындарын таңғалдырған. Бұл деректі фильм сол сәттің шынайы көрінісін баяндайды. Бұл оқиға 1966 жылдың 17 наурыз күні болған. Ленин атындағы колхоздың малшысы Қайырғали Жұмағалиев, мал дәрігері Сағымғали Файзуллин, жылқышы Сұңғат Әліпқалиев 3 аттылы сағат таңертеңгі 10 шамасында Ялов, Қисмет елді мекенінен Жалқыдық қыстағына жолға шығады. 3-4 шақырым жүргенде кенеттен аспаннан гуілдеген дыбыс естіледі. Сөйтсе тас төбелерінен жұмыртқа тәріздес жалт-жұлт еткен ғажайып нәрсе ұшып келе жатқанын көреді. Неде болса электр желісінің бағандарының астына қарай қашайық деп, аттарын тебініп болғанша, алдарындағы балшықты аумаққа әлгі белгісіз нәрсе гүрс етіп жатып үлгереді. Жерге тиген бойда бір бөлшегі бөлініп, бұлардың үстімен ұшып өтіп, 500 метрдей қашықтыққа түседі. Әп-сәтте не болған түсініп үлгермеген олар төбелеріне айналып, ұшып жүрген салмағын көреді. Артынша вертолет пайда болып, 10 солдат пен бір подполковник, шеніндегі офицерді сол жерге түсіреді. Түскен бойда ғайыптан пайда болған дәу жұмыртқаны қоршап алады. Арада біраз уақыт өткенде тағы 8 вертолет келіп қонады. Абыржу басылып әскери адамдармен сөйлескенде, олардың тілімен айтқанда иллюминатор қонды дегенді және ғалымдарды күтетінін естиді. Ғарыш кемесі қонды деген хабар ауылға да жетіп, шынжырлы трактордың тіркемесі толы адамды тиеп алып, Ялауға жол тартады. Сол кезде көзімен көрген 19 жасар жігіт бұл күнде марқұм болған Есенияс Ермұханов ағамыз есіне алған болатын. Сол кезде ауыл іргесіне бүйірінде көк крест белгісі бар вертолет қонып, Яловқа жол сұрайды. Мектептің математика пәнінің мұғалімі Кенжеғалиевпін. Жолдағали ағайды отырғызып, дереу Яловқа бет түзейді. Көк кресті вертолеттен 4 ақ халатты адам түсіп дәу жұмыртқаға жақындайды. Жұмыртқаны ашып, ішінен 2 бөлек ыдысқа салынған 2 кішкене ғана қанетпен ұшып кетеміз. Екінші вертолет үстінен келіп, иллюминаторды бауырына жинап алып, ол да ұшып кетеді. Үшіншісі ашылған қақпақты алып, ол да аспанға көтерілді. Солдаттар тәулік бойы сол аймақта мал жанын жақындатпай, күзетте тұрды. Сөйтіп, сол күні кешкі 7-де радиодан Космос 110 атаулы биоспутниктің сәтті қонғандығы туралы тас хабары таратылды. СССР-дің ғарышты дамыту институтының ғылыми қызметкері Юлдашева Журавлеваның естелігі бойынша, ғарышкер иттер кешкі 19:00 институт лабораториясына жеткізілген. Алайда иттердің капрон ғарыш киімдерін шешкенде иттер қызылшақа жүрек қағыстары жиілеп, үнемі шөл қысып аяқтарында тұра алмаған. Медицина қызметкерлері иттерге дереу оңалту шараларын жүргізеді, асқазандарына қойылған фистулаларын алады. Бір айдан соң дене күре тамырларына салынған катетерлерді де алып иттер өздері тамақ ішіп, өздері жүгіре алатындай болады. Кейін уголек пен ветероктан бірнеше күшіктерде өрбиді. Өмірлерінің соңғы күндеріне дейін институт шарбағында өмір сүріп, уголек 1978 жылы әбден қартайып өлген. Космос 110 ғарыш кемесі Саратов қаласының солтүстік шығысына 210 километрге қонады деп жоспарланған. Алайда кеменің өз инерциясымен 60 километр қашықтыққа келіп түскен, қонған жері Қисмет Ялов елді мекені. Қайынды өңірі тек табиғатымен ғана емес, осындай ерекше тарихи оқиғаларымен де мақтана алатын мекен. Мен осындай ғажайып оқиға болған жерде өскеніме қуанамын.